Сәлеметсіздер ме? Сіздермен жүз кеңес денсаулық арнасы. Егер сіз түнде 2-3 рет немесе одан да көп рет оянып, дәретханаға баратын болсаңыз, бұл қалыпты жағдай емес. Көп адамдар мұны жасқа байланысты деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде бұл ағзадағы маңызды сигнал болуы мүмкін. Бүгін біз түнде жиі дәретке шығудың негізгі себептерін және оны қалай тоқтатуға болатынын қарастырамыз. Түнде жиі зәр шығаруды медицинада ноктурия деп атайды. Бұл жағдай ұйқыны бұзады, шаршауды арттырады, жүрек пен жүйкеге салмақ түсіреді. Оның негізгі себептері ұйықтар алдында көп мөлшерде су ішу, бүйрек жұмысының әлсіреуі, қуықтың әлсіреуі, сондай-ақ қант деңгейінің жоғары болуы. Егер сіз түнде жиі оянсаңыз, миыңыз толық демалмайды, қан қысымы тұрақсыз болады және есте сақтау қабілеті нашарлайды. Бұл ұзақ уақытқа созылса, денсаулыққа кері әсер етеді. Міне қарапайым, бірақ тиімді тәсілдер. Кешкі уақытта суды азайтыңыз. Ұйықтардан 2-3 сағат бұрын сұйықтықты шектеу керек. Келесі қадам табиғи тыныштандыратын шай ішіңіз. Мысалы, түймедақ, яғни ромашка шайы. Ол жүйкені тыныштандырады және қуықты босаңсытады. Сондай-ақ кофе мен шайды азайтыңыз. Себебі кофеин қуықты тітіркендіреді. Сонымен қатар аяқты жылы ұстаңыз. Суық аяқ түнгі зәр шығаруды күшейтеді және ұйқы алдында дәретке барып алыңыз. Бұл өте қарапайым, бірақ тиімді әдіс. Алайда бұл мәселе ұзақ уақыт кетпесе, міндетті түрде дәрігерге көрініңіз, тексеруден өтіңіз. Өйткені бұл кейде жасырын аурудың белгісі болуы мүмкін. Есіңізде болсын, түнде жиі ояну бұл қалыпты жағдай емес. Дұрыс әдеттер арқылы сіз тыныш ұйықтай аласыз және денсаулығыңызды жақсарта аласыз. Егер бұл ақпарат сізге пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз және жақындарыңызбен бөлісіңіз. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар.